Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздер менен осылай стабилизациясы жоқ видеоға біз қалайша стабилизация беруді үйренетін боламыз. Мінекей достар, біздің видеомызға стабилизация осылай орнатылды. Енді біз бұны қалай істеу керек екенін настройкадан көріп шығамыз. Бағдарламасынан көріп шығамыз. Мінекей біз видеомызды таймлайн бөліміне осылайша тастап алдық. Мінекей біз видеоны белгілейміз, және видеодағы основной бөлімінде төменге түссек, мына жерде стабилизация деген жазу бар. Біз дәл осыны басып рекомендация дегенді белгілейміз, немесе максимальный стабильность деген кнопканы басып шығамыз. Сол кезде біздің видеомызға CapCut бағдарламасы өзі арнайы стабилизацияны беретін болады. Бірақ CapCut бағдарламасының стабилизациясы онша адамды қанағаттандырмайды, себебі бұның стабилизациясында өте үлкен видеодағы қателіктер көрініп тұр. Яғни мына жерде дәл осылай өзіңіз көріп тұрғандай фонның артындағы стабилизация онша істеліп жатқан жоқ. Сол үшін сіздерге жалпы кеңесім CapCut бағдарламасының стабилизациясын немесе фото деген программа бар. Оны Play Market'тен телефондарыңызға жүктеп алсаңыздар болады. Компьютердің CapCut бағдарламасы арқылы істелінген стабилизацияның нәтижесі болып тұр. Ал мына жерде болса, сіздің телефоныңыз Android болса, сізде Google фото бағдарламасы автоматты түрде орнатылған болады. Сіз ол бағдарламаға кіресіз және өзіңіздің видеоңызды таңдап, мына жерде настройка бөлімінде стабилизация деген кнопка болады. Сол стабилизация деген кнопканы басасыз және кішігірім күте тұрасыз. Мінекей біздің видеомыз дайын, сохранить копию дейсіз және сіздің видеоңыз дайын сақталады. Яғни копиямен оригиналды шатастырып алмаңыз. Мінекей стабилизациясы. Бұл жай ғана қарапайым телефонмен істелген стабилизацияның нәтижесі осылай көрсетіп тұр. Жалпы өздеріңіз комментарияда жазып белгілеп кетіңіздер. Қайсы бағдарламаның стабилизациясы өте қолайлы әрі ыңғайлы? Сіздердің пікірлеріңізді комментария бөлімінде күтемін. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сау саламат аман болыңыздар.